Әйелің анаңа қарсы шықса, ол әйелді талақ қылуға болады, ажырасуға болады, жібере салсаң болады деген шариғатымызда бар да. Бірақ сол әйелің саған үйіңе келе салып, анаңа қарсы шыққан жоқ қой. Басында үндемей, майысып, сызылып, келін болып жүрді. Одан кейін сен оған тиістің, кінәладың, көңіл бөлмедің, жақсы қарамадың, қалай болса солай жүрдің. Сол себепті ол саған ренжіді, сөйледі, ашуланды. Ол да адам. Күйеуім маған қорған болады, күйеуім мені сыйлайды, күйеуім маған жақсы қарайды, осы күйеуіммен бақытты болам деп саған тұрмысқа шықты да. Ал сен қалай болса солай жүресің, өзіңнің қателігіңді түсінбейсің, тек әйеліңді кінәлайсың, ашуланып саған да қарсы сөйлейді. Сол ашумен барады да анаңа да қарсы сөйлейді. Анаң да кінәлап тиісіп, ол да жамандай берсе, солай әйелдің тілі шығады, әйел де сөйлейді. Ол да пенде, ол да адам. Сол себепті әйелді бастан деген, сол бастан жақсы қарап, дұрыс көңіл бөліп, еркелетіп, оны да тыңдап түсініп отырсаң, жақсылықтың, бақыттың барлығын сол әйеліңнен көресің. Аллахтың ең үлкен берген бізге байлығы, нығметі әйел. Бүкіл сенің жағдайыңды, қызметіңді жасап, тірлігіңді істеп, ата-анаңа қарайтын, қонағыңды күтетін, балаңды туатын, кіріңді жуып, үйіңді жинайтын. Сен соны солай істете алмай жатсың өзің. Өзіңнің нәпсі